Жазушы Мұхтар Әуезов халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін білім деген. Білім нәрінің бастау бұлағы ол мектеп оқушылары үшін алтын ұя саналған киелі орда, өркениетке бастар даңғыл жол. Баланы адам тұлғаны дара ететін, бас ғимаратта берілетін білімнің бүгінгі деңгейі мен ұстаздың ұстанымы қандай. Армысыз көрермен, эфирде ой сарап, тізгіндемен Анар Сабырова. Бүгінгі бағдарламада білімді ұрпақ, білікті ұстаздан деген тақырыпты арқау етпекпіз. Студия қонағы Қазақстан Республикасының білім берушінің үздігі математика пәнінің мұғалімі Баймолданова Мейрамбала Байтанқызы. Мейрамбала Байтанқызы, қош көрдік. Сәлеметсіздер ме? Хакім Абай айтқандай, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, осы салада ғұмырыңыздың 48 жылын арнадыңыз. Соның ішінде математика пәнінен сабақ бересіз. Сандармен сырлас болудың сыры неде? Меніңше ол шәкіртке білім беру, білімді ұялату, ол оңайлыққа түспейді. Бұның сыры беретін ұстаздың білімінде. Егер ол ұстаз білімді болса, ол ұстаз ұстамды болса, сабырлы болса, баланы өзіне қызықтыра білсе, оны жақсы көре білсе, сыры сода. Не себепті математика пәнінің мұғалімдігін таңдадыңыз? Басқа да өзге де пәндер бар ғой. Жалпы мен бірінші сыныбымнан бастап, өзім сабаққа барғаннан, математика пәнін мұғалім мүмкін менің ұстазым әсер еткен шығар, мен өте жақсы көрдім. Және сол кезден бастап, ұстазым мені сабақта, сол отырған сабақтастарыма, класстастарыма сабақ бергізетін. Мен сол бірінші класстан 11-ге дейін сыныптастарыма сол кейбір тақырыптарды түсіндіріп өттім. Соны мен өзімді білдім, мен туа біткен ұстаздық қабілетім бар екенін. Математиканы ғылымның атасы деп жатамыз. Адамзат тарихындағы көш бастап тұрған ілімді игерудегі қиындықтар қандай? Шындығында математика ол балаға жеткізудің әдіс тәсілдерін, оны жеткізе білу үшін ұстаз көп еңбек ету керек. Оның үстіне ол жалғыз ғана бір-екі тақырып емес, ол математика пәні, ол сан салалы, оның саласы өте көп. Оқушыға бірден кітап тіліменен жеткізу ол оңай емес. Сондықтан балаға білдіру, түсіндіру әдісін мұғалім өз ойлап табу керек. Алдында отырған балаңның болашаққа көзқарасы қалай, сен кімді тәрбиелеп отырсын деген ойменен ол балаға бүкіл болмысына сол математика сабағының негізгі мақсатын жеткізе білу. Сіздің әріптестеріңіз академиктер оқушылардың 0,1% ғана математиканы толық игеріп шығады және де өмірлік серігі етеді дейді. Не себепті математика сабағын барлығы бірдей игеріп алып кете алмайды? Енді мен кейде ойлаймын, оны адамның 5 саусағы бірдей емес. Ол Құдай өзі жаратқанда әркімді әртүрлі ойменен жаратады ғой, мына қабылдауы. Ол өзі кейбір балалар ұстаздың жақсы білім беруінен дамып кетеді, кейбіреуі үйдегі мысалы ата-анасының беруіменен алып кетіп отырады. 0,1% деген шындық шығар, бірақ кейде бір мектептерде болады, толқынмен келе ма деп ойлаймын. Кейбір балалар класста жалпы жартысы толқынмен келетін балалар болады. Кейбір класстарда мысалы 5%, 6%, 25%, 30% игеріп отырады. Енді ол мұғалімнің беру шеберлігіне байланысты ма деп ойлаймын. Мұғалім дегер оқушы жақсы көрсе, оның пәнін жақсы көріп оқиды. Елімізге танымал Асқар Жұмаділдаев, Уалбай Өмірбаев сынды академиктер бар, я? Олар математиканың жілігін шағып, майын ішкендер. Мәселен, Уалбай Өмірбаев 1972 жылдан бері шешімін таппай келе жатқан Нагатаның есебін 2001 жылы шығарған болатын. Дәл осы арқылы тарихта есімі қалды. Сіз өзіңіздің әріптестеріңіз, үзеңгілестеріңіз сияқты шешуі табылмаған қандай да бір есептерді шештіңіз бе? Енді мен жалпы мектеп ұстазымын, шәкірттерге білім беретін. Сонда ол математика саласымен, ол сала өте көп ғылыми жұмыспен айналысатын сала болады. Енді мен тек қана 48 жыл өмірімді алдындағы отырған шәкіртке мектеп программасын толық меңгеруге және жан-жақты алуға жұмыс жасадым. Енді ол анықталмаған есептерді іздеу үшін де оған тағы бір осындай өмір керек шығар. Мен енді басты мақсатым шәкірт тәрбиелеу, шәкіртке білімді құю ғой математика пәнінің шынында. Енді мен оны айта алмаймыншы.
оқушыны бірақ жетектеп отырамын, ғылыми жұмыстарға, жаңағы дарындық жұмыстарға жетектеп, олимпиадаға дайындап отырамын. Сол мектеп программасы мен мектеп программасының айналасындағы сол факультатив сабақтарымыз бар. Енді ол ары терең кеткен ғылымға оны айналысуға уақытым да болмаған шығар мен. 48 жыл өмірімде мен бірінші сабақтан бастап еш уақытта бір соңғы сабаққа кетіп көрмеген сабақ, ал балаларды жылына медалист балаларды тәрбиелеп отырамын. Мүмкін солардың арқасында шығар менің осындай дәрежеге жеткенім. Оқушылардың арқасы ғой жалпы. Менің кім екенімді танытатын алдымдағы отырған шәкірттерім. Шәкірт туралы айттыңыз, шәкіртсіз ұстаз тұл дейді, өзіңіздің бетке ұстар шәкірттеріңіздің жетістіктері туралы атап өтсеңіз. Енді ол бірінші менің алғашқы сабақ берген оқушыларым 61 жылғы балалар. Содан бері қарай 6 класс шығардым сынып жетекшілік. Жалпы математикадан ажырап кеткен жоқпын. Менің шәкірттерімнің енді саны өте көп. Қазір мына Есік қаласына Еңбекшіқазақ ауданы келгелі бері бір 10 шақты мұғалім, қазір 2001 жылы көшіп келгем. Содан бері қарай қазір өзімнің артынан ерген математик пән мұғалімдерім бар. Нұрболат Абдуллаев деген жігіт бар. Керемет, мысалы Жамшит деген баламыз бар. Айнұр деген, енді олардың фамилияларын айтамай тұрмын. Жалпы мектептегі биылғы бітірген оқушыларының өзінен 5 оқушы математика пәні мұғалім боламын деп түсті. Талдықорған қаласында да, Талдықорғанда да, Көксу ауданында да менің бірнеше оқушыларым мұғалім болып жүр. Әлгінде Асқар Жұмаділдаевты тілге тиек еттік. Ол кісі өз кезегінде президентке болашақ бағдарламасы туралы ең алғаш ұсыныс айтқан болатын. Сіз өз тарапыңыздан ұрпақтың білімдегі көкжиегін кеңейту үшін қандай да бір жаңашылдықтар енгізе алдыңыз ба? Мен енді ол білім жаңағы математика саласымен ғана қызмет етіп келе жатырмын ғой. Асқар Жұмаділдаев деген ол кісі енді ерекше кісі ғой, ол кісі барлық саланы бірдей меңгеріп келе жатыр біздің математигіміз. Енді мен математика саласы бойынша айтатын болсам, кереметтей бір жаңалық емес, бірақ оқушыларға беретін методикаларым бар. Көпшілігі келіп сабаққа қатысып көріп жатады. Деңгейлеп оқыту деген мәселені көп өзіме тиек етіп аламын. Ішіндегі сараптап шыққан балаларды, ерекшеленіп шыққан балаларды алдыға сүйрей беретін, ал соңғы жаңадан игеріп келетіндерді ортаға қосып білім стандартын беруге сондай еңбек етіп келе жатырмын өз басым. Енді білімдегі жаңашылдық деп қалдық қой, бүгінгі күндегі мектеп бағдарламасындағы соңғы 5 жылдықтағы жаңашылдықтарды тізбелеп берсеңіз, және де ата-аналар тарапынан оқу бағдарламасы өте ауыр деген пікірлер жиі айтылады, құлағымыз шалып жатады. Бұл шын мәнісінде мектеп бағдарламасы ауыр ма, әлде оқуға зейін қоятын оқушылардың саны азайып бара ма? Бұл мен мектеп бағдарламасы ол бұрынғы қарағанда мен ауыр демес едім. Қайта оған қарағанда қазір жан-жақты информация бізде көп қой. Ол өте балаларға егер зейін қойып қараса, ол бұрынғы оқытқан балаларға қарағанда ол қазіргі беріп жатқан білім жеңіл. Оны дұрыс түсіне білу керек ата-анашы. Жалпы жаңағы айтып отырғанымыз бұл ата-аналар көбінесе ризашылық білдірмейді ғой, жаңашылдық өте көп. Мысалы жаңа интеллект қазір болып жатқан біздің күнделігіміз, мысалы журнал көтеріп жүрген жоқпыз, күнделікке қойылып жатады, бәрі ашық айқын. Еш уақытта мысалы бүгінгі айтқан тапсырма бүгін қойылып отырады, ата-ана онымен хабардар болып отырады. Енді бұл жердегі кінә сол оқушыға талап қоюда ата-ана аса өзіне алып отырған жоқ. Егер ол оқушыдан талап қойып отыратын болса, ол балалардың керемет балалар шығар еді. Қазір жаңа форматта мысалы нелер көп, мысалы біздің математика саласында жоспар құруда бізге жеңіл, қазір КМЖ деп жатамыз. Мысалы бұрынғы бақылау жұмысымыз қазір ТЖБ, БЖБ деп аталады. Ол өте жақсы, кәдімгі бізді жоғарыдан бағдарлап жоғарғы деңгейге қойған программада біз жұмыс жасаймыз. Ол өте жақсы, шашынан қимыз, жинақты. Қазір балаларға өте жақсы. Жаңа онлайннан да сабақ алып жатыр ғой балалар. Онлайнда беріп жаттық бір кездерде. Қазір барлық жағдай көз алдында ғой, бұрынғыдай емес, өте жеңілдеу. Просто балаларға өздері оқу керек. Ата-ана соны түсіну керек деп ойлаймын. Әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп айтып кеткен болатын. Білімнен бұрын мектепте темірдей тәртіп орнаған ба?
Біріншіден ол өте дұрыс айтылған Әл-Фарабидің айтқан. Ең бірінші ол баланың тәрбиесі бойына дұрыс ұяламаса, ол сабақта алған білім оған, ол алдыменен не ол тәрбие деген? Ол бір-біріне адам мейірімді болу керек, адамгершілігі болу керек. Ол мен ғана білімді меңгердім деп эгоист болмау керек. Халқын ойлайтын бала тәрбиелеуіміз керек қой. Мына елін, жерін сүйетін адам тәрбиелеуіміз керек. Мына араласқан дос жора жолдастарының арасында жаңағы ауызбірлікті тартатын адам болу керек. Біз соған мектепте көбінесе өзіміздің бұрыннан келе жатқан салт дәстүрімізді білуіміз керек. Біз өзіміздің қазақ екенімізді ұмытпауымыз керек. Бізде қаншама мысалы инабаттылыққа көп тәрбие жүреді. Үлкенді сыйлау, кішіге инабат білдіру, үлкенді сыйлау деген сияқты. Соның барлығына осы мектептегі жүріп жатқан сынып жұмыстарымыздың бәрі соған арналады. Біз барлық тақырыпты бос жібермейміз. Соны ойына сіңіруге, сатқындықтан аулақ болуға сол бойынша жұмыс жасаймыз. Сондықтан ол өте дұрыс. Оны дұрыс тәрбие алған бала білімді болса, ол керегіне халыққа жаратар еді. Ал мектепте темірдей тәртіп сақталған ба? Мектепте темірдей тәртіп. Мен өзі таза қазақ мектептерінде жұмыс жасаймын. Бізде ол аралас мектепке қарағанда, бізде балалар өте сондай тәрбиелі ғой, шын айтқанда. Үйде көрген тәрбиесін көрсетіп отырады. Үлкендер келе жатқанда тұрып жол береді. Сумкаңды көтеріп қалсаң, жүгіріп кеп сумкаңды алысып жатады. Соған қарағанда артық бір-біріменен ерегес қазір бұрынғыдай. Бұрынғы уақытта мүмкін білмеймін, бір еститініміз біздің кездерде. Ал қазір ондай нәрсе жоқ. Жалпы балалар қазір интеллигент түрде тәрбиеленіп жатыр ғой, шын мәнісінде. Бұрынғы балаларды салыстырмаймыз. Тәртіп пен тәрбие де сақталған десек, мектеп қабырғасындағы әлімжеттік буллинг дегендер қайдан шығып жатыр? Бұл буллинг деген мәселе бұрынғы келе жатқан әлгі дедовщина деп жатады, бірін-бірі мысалы бопсалап, бір енді ондай нәрселер бұрын кішкене жиі кездесуші еді. Қазір мысалы қазақ мектебінде жұмыс істеймін, Рахат бір мектебінде. Ондай нәрселерден біз аулақпыз шын мәнісінде. Бізде өтіп жатады, ондай әлгі буллинг туралы өткен жолы шығарма балалар жазып жатты. Қарсысың ба, осындай бар ма деген мәселелер. Мен оны тікелей өзім көрген жоқпын. Сынып жетекші болып жүргенде ондай мәселеменен бүйтіп қарсы келген жоқ едім мен. Түсіне алмаймын, мен ол неғып біреу бопсалайды. Ұстаздың міндеті ұрпақ тәрбиелеу деп жатамыз. Антыңызға берік, сертіңізге адал, міндетіңізді мінсіз атқарып жүрмін деп ойлайсыз ба? Иә, мен өзім солай ойлаймын. Адамның өзі мына 48 жыл жұмыс бергенде әуелі өңің тұрмақ түсіңде оқушы көріп жатасыз, білесіз ба? Өңің тұрмақ түсіңізде есеп шығарып жатасыз. Мына әбден оқушыға берілгендіктен. Мен өзім ойлаймын, өзімнің осы жыл өміріме еш уақытта риза емеспін деп айта алмаймын. Өзіме өте ризамын, ұстаз болғаныма мақтанамын да, қуанамын да. Өзімнің артынан ерген жаңаға шәкірттерім, сіз сияқты мұғалім болғымыз келесі десе, төбем екі елі көкке жетпей қалады. Өзім ойлаймын, сол сөздерге қарағанда адал қызмет етіп жүрмін. Педагогтардың мәртебесін көтеру үшін педагог мәртебесі туралы заң қабылданған болатын. Бұл заң қаншалықты педагог мамандарға қызмет атқарып жүр? Енді қазір мысалы бұл неге бөліп жатырмыз ғой, шебер, ұстаз, зерттеуші деп, сарапшы деп, модератор деп. Енді бұл жерде бұл кішкене қиындық туғызға мен өзім мастерлікке табыстағанда мына педагогика саласында бір естімеген сұрақтар келіп, соны енді неше күн сабаққа беріп жүріп күн түн демей жаттадық. Масқара болғанда мынау елдің алдында қара бет болып қаламыз ба, нені тапсырамай деп тесті. Сонда да соны жаттап, сондай нәрселер адамның уақытын алады, кішкене шаршатады. Соны артық өз пәніңнен басқа бір қанша жыл жұмыс жасап жүріп, оны ұмытып та кеттік қой. Біз 73 жыл мен бітірдім педагогика, психология деген, сол кезде оқып тастап кеттік қой. Мысалы, сол кезде бітіргенде қалды. Енді қазір неше жылдан кейін шебер ұстазға өтерде педагогиканы жатта дегенде, сол 40 жыл бұрынғы бітірген дүниенің бәрін оқу ят деген бар. Сондай нәрселер біздің мұғалімдерді пәнінен алған дұрыс қой тесті. Сондай артық нәрселер кейде адамды мазалайды. Бірақ дегенімен де оның бәріне көніп келе жатырмыз. Мен ойлаймын, ол дұрыс бөлінген нәрсе депші, жаңадан келгенде бала адам мұғалімдер магистратураны бітірген модератор болады. Кішкене еңбегін көрсетіп оқушыны тәрбиелегенде уже сарапшы болады, зерттеуші кетеді, одан уже шеберлікке көтеріледі. Қазір өте жақсы ғой, мысалы, егерде жетістігің жетіп тұрса, балаларың әрбір олимпиададан алып тұрса, онда жаңағы
автоматты түрде өзі сараптап отырады екен. Соны естіп қуанып қалдық. Қандай дәрежеге лайықсыз дегенді өзі шығарып отыратынға. Соған қарай мұғалім дайындалады деп ойлаймын. 21 ғасырды ғылым мен білімнің ғасыры деп атаймыз. Бүгінгі таңда жаңа Қазақстанда білімді жаңа деңгейге көтеру үшін қандай жаңашылдықтар енгізу керек білім саласына? Енді білім саласына, жалпы білім саласы туралы айтатын болсақ, қазіргі беріп атқан біздегі мысалы барлық жаңағы саладағы меңгеріп атқандарымыз оқушыларға тиімді. Ал енді жаңа жанды интеллекті деп жатады ғой қазіргі кездеші, цифрлы Қазақстан деп жатырмыз. Сол кезде мына бір қазіргі шығып атқан чат GPT сияқты мысалы балалар пайдаланып жатыр ғой. Сол бізге кішкене қиындау тиіп жатыр да. Сондай нәрселерді аса көп балаларға дағдыландырмау керек па деп ойлаймын өз басымша, баланың білімін көтеру үшін. Балалар деген ол жеңіл дүниеге тез кетіп қалады ғой, маңдай терін төккісі келмей. Соны жаңағы мынаны шығарып берші десе, сол жаңағы шығарып береді интернеттен ше. Соны мен айтамын, енді мынадан не түсіндің, енді осындай нәрсе бола ма деп жатамыз. Сол бізге кішкене қиындық туғызады, сондай нәрселердің. Оны білгенде дұрыс оқушы, бірақ өзіне дұрыс пайдалану керек та, не нәрсе болса. Жалпы білім саласын дамыту үшін қазіргі жағдайдағы толық жеткілікті ма деймін. Енді дамып келе жатырмыз ғой, жылдан жылға осы программамыз да күрделеніп келе жатыр. Тест тапсырып өткізіп жатырмыз, уже өзгерістер бар. Жылда балымды өзгертіп жатыр, ана жылдағыдай емес. Жалпы өзім ризамын, дұрыс білім деңгейін осылай ұстап отырса, жаңадан ғана өзгерген ғой барлығы. Енді балалардың болашақтағы алып атқан білім деңгейлері көрсетеді ғой, қаншалықты өзгеру керек екені. Әзірше бізге осы дұрыс па деймін. Халықаралық деңгейдегі және жергілікті республикалық деңгейдегі олимпиадалар бар, иә? Оның көбісі ақылы негізде ұйымдастырылады. Бұл қаншалықты тиімді және ол жаңа білімнің деңгейін көтеруге өзіндік ықпалын тигізеді ме? Мен енді өзім неге КИО деген болып жатады бізде қазір олимпиадалардың түрлері көп қой, қазір ауылдық олимпиадалар бар, ауыл олимпиадасы. Жалпы мектепте қарапайым сабақ беріп жүрген мұғалім енді оны бізге күнделікті программаны игеруіміз керек, және оны сырттан олимпиадаға дайындауымыз керек. Олимпиадаға дайындау деген ол мектеп программасы емес, мүлде бөлек программа. Енді оған атсалысып дайындау үшін баланың өзіне күш саламыз. Қазіргі мақсатымыз сол, оқушының жұмыс жасатуымыз керек. Түсінбей қалсаң бізден сұра, мен сенің түсінбей қалған жеріңді ары қарай көрсетіп беремін деп, қайта қазіргі болып атқан жаңағы интернеттен алып отырамыз. Бізде алтын түлек деген болды, алтын сақа деген болады. Солардың программалардың барлығы бізге келеді. Біз сол программамен баланы дайындаймыз. Ақбота, кенгуру деген бізде көп. Жаңағы алыстан нететін жаңағы не бар, дистанционды олимпиадалар бар ғой. КИО деген бар бізде болады. Соның кейін дарыннан келіп атқан олимпиадалар болады. Меніңше олар оқушының білімін мектеп программасымен шектеліп қалмай дамытуға өте көмегін тигізеді. Кейбір есептерден біздің өзімізде ойланып қаламыз, мынандай да есептер бар екен ғой, керемет қой деп ізденуімізге бізге ол көмек жасайды. Жалпы мұғалім ізденуге олимпиаданың болған дұрыс қой солай. Баланың білімге деген ынтасын ашу үшін не жасау керек? Баланың білімге деген ынтасын ашу үшін ол баланың жалпы класстың ең бірінші атмосферасын білу керекші. Ол жерде мақталатын бала болады, бірден айтқанда түсініп кететін. Кейбір бала болады, оған жақсылап, жайлап түсіндіріп алатын. Кейбір бала болады, бірінші айтқанда түсінбей қалады, сөзді бір-біріне біріктірудің өзі күш түсетін балалар болады. Сондықтан оның әдіс-тәсіл баланы білімде ұрпақ жасау үшін енді соның мұғалімнің шеберлігі ғой бұл жерде беретін. Мысалы, мен өз басым деңгейлеп оқытам, балалар шын мәнісінде кішкене тез түсініп алатын қабілетті балаларды уже алдыға сүйрей бастаймын, оларға басқа тапсырма беріп отырам. Және WhatsApp-пен жұмыс жасаймын оларға. Білім, мына су есеп шығаршы, қалай шығардың деп. Енді жаңадан үйреніп, мына білімді әрең игеретін балаға сол мектептің программасында өзі А, Б, С деңгейі болады. Соның А, Б деңгейін мықты меңгерсе де біз оған ризамыз. Ол мәселе ол класстан тек қана сен математик болуың керек деген ой болмау керек. Ол бала мүмкін мықты артист болатын шығар, мүмкін мықты әскер болатын шығар, мүмкін ол мықты спортсмен болатын шығар. Сондықтан ол баланың психологиясына тіремеу керек баланы. Бүгінгі таңда бірыңғай ұлттық тестілеуді
мектепте аттестатты қолға алғаннан кейін барып тапсырып жатады, иә? Оған дейін мектепті аяқтамай тұрып тестілеуден өтетін, содан кейін барып мектепті тамамдағаны туралы құжатты қолына алатын. Екі жүйедегі айырмашылық қандай? Ол басындағы сол жасаған кішкене балаларға қиындық туғызды. Себебі тестке балалар тест шешет жаңағы біздің аттестаттың бағасын деп, бала мүлдем жаңағы тестқа қарай дейін қойып кеткенше, мысалы мен қайтсем де оны оправдать етуім керек, мен медальсыз болу үшін мен 4 пәннен мықты алуым керек деп кішкене бізге қиындық туғызды. Ал қазір бұна өте жақсы. Қазір программасын асықпай өзімізбен кәдімгі программалық бұрынғыдай жүйеде толық меңгеріп, бала өзінің аттестатын алғаннан кейін ұбт тапсырған дұрыс. Бұл жерде оның сен қанша алыпсың, ана түспей қапты, мына аламай қапты деген әңгіме ол баланың психологиясына әсер етеді. Сондықтан бұл әркім өз жеке меншігі ғой, ол тапсыра ма, тапсырмай ма, ұбт-ға ол балды жоғары ала ма, төмен ала ма, бұл жерде мынандай бәсеке болмайды да, баланың мінез құлқына бұл дұрыс әсер етеді. Кейін болғанышы, бұрын болғанда баланың қатты психологиясына қатты әсер ететін. Бала аламай қалғанда әуелі кейбір балалардың жаңағы стресс болған балалар да бар ғой, мысалышы, толық бала аламай қалды, мен енді қайттым деген сияқты. Енді ұбт не қойылады менің аттестатыма деп. Мына ұбт қазір дұрыс. Бәсекесінде олимпиадаға бала шығаруда, ол бала соны қорғай алатын баланы алып кету керек қой. Оны қорғай алатын баланы тәрбиелеу үшін оған жақсы мұғалім дайындау керек. Қазіргі кезде тесттен түскен мұғалімдер бізде көп тест тапсырады да, математик пәні мұғалім болған. Ал енді тест тапсырып түскен мұғалімдерге өте қиын. Мына математиканы толық меңгеру үшін олар тереңдетіп оқу керек. Сондықтан біз ауданда математика ассоциациясы деген өзіміздің тобымыз бар. Ол жерде жаңағы мықты геометрия сызба жұмыстарымен айналысатын, қазір келіп жатқан геогебра приложениясымен жақсы жұмыс жасайтын, сонан кейін тығыз жаңағы өзі терең білімді меңгеретін жігіттер бізде бар. Данабек деген жігіт бар, Жамшит деген жігіт бар, Нұрболат деген жігіт бар, Бауыржан деген. Бізде сол балалардың жетектеп ертең мына мектептің кеткенімізде есігінен сол балалар сол ауданды ұстап қалады деген ойменен жетекші жасадым. Сол біздің менің ойым. Енді 48 жыл бір салаға ғұмырыңызды арнадыңыз ғой, еңбек өтіліңіз өте көп. Білімді ұрпақ, білікті ұстаздан деген ойды қалай түсінесіз? Ол шындығында солай. Енді білімді ұрпақ, білікті ұстаздан деп себебі, егер сен өзің біліміңді мықты меңгеріп тұрсаң, мысалы, кез келген бір программада кездесетін қарапайым тақырыпты кейде жеткізу балаға қиын болады. Сол жеткізетінді дұрыс жеткізе алсаң, баланың көзінде жарқ етіп кәдімгі сәуле пайда болады. Сонда мына білімді ұрпақ тәрбиелеу үшін ол беретін маман мықты болу керек қой. Арғы түп тамыры мықты болу керек. Сондықтан ол математика пәнін таңдаған ер мұғалімдерге уақыттар бар шығар. Математика пәнін таңдаған әйел мұғалімдердің семьясынан бөлек, сынып жұмысынан бөлек, классынан бөлек, математикаға мен өз басым түнгі кейде 2:30-3-ге дейін тыныштықта отырып, ар жағын қазбалап іздене бастаймын. Мысалы, бізде математика саласында ғылыми жұмыс әкеледі ғой. Сол кезде мысалы Фибоначчи сандары дегенді мен өзім айналысқан түсінем, алтын қима дегенді. Ал қазіргі бітіріп келген мұғалім қайдан түсінеді? Ол оны тереңдетіп алмаған болсашы. Мысалы, жердің айналуында мысалы, неге ол 12 сағат, неге ол 12 ай, неге 12 шоқ жұлдыз деген мәселемен айналысып, соның терең түбірін қазып, жаңағы сағат тілі менен минуттық тілдің арасында градусты өлше деген ол мектеп программасында жоқ. Ал мұғалім оны өзі дайындалу керек. Соның қыр-сырын көру керек, ашу керек. Сондықтан білімді маман, жаңағы білікті маман білімді ұрпақ тәрбиелейді. Ал енді ол білімі толық болмаған маманнан ол дұрыс оқушы шәкірт шыға алмайды, ойлаймын. Енді өзі білмесе не үйретеді оған? Мейрамбала Байтанқызы, қызықты әрі қиындығы мол саладағы еңбегіңіз жемісті болсын дей отыра бүгінгі бағдарламаны осымен тамамдаймыз. Құрметті көрермен, бағдарламаны Міржақып Дулатовтың сөзімен түйіндейміз. Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақта-сақ та, дүниеден сыбағалы орын алсақ та, барлығы бір оқудың арқасында. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз, оқу надан халықтың, күні қараң, келешегі тұман. Сіздермен бірге болған мен Анар Сабырова, әр ойдардан сараптаймыз, дидарласқанша.